Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен осындай өте керемет болып шығатын, өте дәмді болып шығатын творожный пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Арнаға жазылып, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Әрбір ханшайымның ас үйінде болады деп ойлаймын. Ол үшін бізге керегі сүзбе, қант, 2 жұмыртқа керек и манная крупа керек. Манка дейді ғой, сондай керек. Сүзбемізге жақсылап қантты саламыз, 2 жұмыртқаны да саламыз. Жақсылап миксермен араластырамыз. Жақсылап ұзақ араласқаны жақсы, сонда барлығы өте керемет араласады. Мен кем дегенде 5 минуттай араластырдым. Қаймақ саламыз, сметана дейді ғой, саламыз. Майлылығы маңызды емес. Манная крупа саламыз. Разрыхительмен бірге салған дұрыс. Ол сонда жақсы араласады. Миксерді қосып 5-10 минуттай жақсылап араластырамыз. Мен шамамен 10-15 минуттай араластырдым. Мінекей осындай болып шығу керек. Мен осындай дөңгелек форма пісіремін, 26 диаметрлікте. Сіздерде бұндай дөңгелек форма болмаса, противеньге квадратқа салып пісірсеңіздер болады. Үстіне міндетті түрде сары май саламыз. Духовкада пеште 30-35 минуттай пісіреміз. Піскендігін ағаш таяқшамен тексергендеріңіз жақсы. Мен осындай бетіне сахарный пудра септім, яғни қант ұнтағын. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша түрлі жеміс жидектерді қойсаңыздар болады. Осылай кесіп береміз. Өте жұмсақ кесіліп жатыр. Өте дәмді. Айтпақшы достар, біз жаңа жылда өте көп десертте дайындаймыз, өте көп тағамдар дайындаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Маған подписчик жинауға көмектесіңіздер, бірге көп белестерге жетеміз деген ойдамын. Менімен бірге болыңыздар. Өте керемет, шаймен ішкенге өте керемет. Қараңыздар, жұмсақ, ауызда ериді дәмі. Әрбір ханшайым осындай тәттіге лайық. Осындай тәттіні жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Ауызда ериді дәмі. Өте керемет. Міндетті түрде дайындап, отбасыларыңызды осындай тәттімен қуантыңыздар дегім келеді. Өте дәмді. Барша жандарға жасап көріңіздер, қорықпаңыздар тәжірибеден. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын. Қош сау болыңыздар.